Жетісулықтарда қасиетті Құрбан айт мерекесін ерекше тойлап жатыр. Биыл облыс орталығында тұңғыш рет мешітке жиналған жамағат арасында марафоннан жарыс ұйымдастырылып, үздік мал соятын қасапшылар анықталды. Алматы облысы аумағындағы өзге де мешіттерде ат жарысынан басқа да ұлттық спорт түрлерінен сайыстар өтті. Тақырыпты өңірдегі тілшіміз Қуаныш Қанатұлы толықтырады. Талдықорғанның жамағаты таңмен таласа жауған жаңбырға қарамастан қаладағы мешіттерге көптеп жиналды. Сап түзеп, сәждеге басын иіп, намаз оқыды. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Талдықорған өңірінің өкілдігі биылғы Құрбан айт мерекесін ерекше атап өтті. Алғаш рет шағын қашықтықта жүгіруден марафон ұйымдастырды. Бас имам бастаған 100-ден астам тұрғын қала көшелерімен 4 шақырымдай жерді жүгіріп өтті. Марафоншылар қатарында танымал тұлғалар да болды. Егер біздің жастарымыз иманды болса, тәртіпті болса, Құдайдан қорқатын болса, олар ешқандай жаманшылыққа бармайды. Біздің жастар, ол біздің болашақ, еліміздің болашағы. Сондықтан да осында иманды жастарымыз көп болсын деп. Жүгіруге қатысқандардың ең жасы 18-де болса, ең үлкені пайғамбар жасында. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Сондай-ақ мал сойған қасапшылар да өзара мықтыларды анықтады. Олардың ең әуелгі мал сойғандағы тазалығына, жылдамдығына, қолының икемдігіне үлкен назар аударылуда. Сол жерде жалпы құрбандық шалуға келген халайықтың барлығы сол жерде өздері бағасын беріп, оларды да марапаттайтын боламыз. Мейірімге, қайырымдылық пен кешірімге бастайтын қасиетті Құрбан айтта игі амал жасау сүннет. Сондықтан бұл күндері қалада қоғамдық көліктер мен такси жүргізушілері халыққа тегін қызмет көрсетуде. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.